Ұйқысы ауысып кеткен баланы тауық-қорға кіргізіп айналдырады. Мұны естулеріңіз бар ма, достар? Мұндай ырымды бұрын-соңды естіп көрдіңіздер ме? Осындай ырымдар жайлы мен сіздерге айтамын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Салт дәстүр, бала тәрбиелеудегі қазақи, халықтық ем-домдар туралы қазақ тілінде контент өте аз. Оның өзі мардымсыз. Әсіресе жүктіліктің әр кезеңі, бала туғаннан кейінгі әйелдің өзін-өзі оңалту шаралары, нәресте ауырып қалса не істеуге болатын туралы қазақ тілінде кеңестер таппай әбігерге түсіп жатады. Соған қарамастан керекті мәліметтерді іздеген аналарымыз көбірек. Әжелердің, енелердің тәжірибесіне сүйеніп те жатамыз. Бұл әрине дұрыс. Әсіресе бала күтімінде алтын құрсақты аналардың тәжірибесі көмекке келеді. Оның ішінде аналардың бала күтіміне қатысты көптеген тәжірибесі бар. Бала түнде ұйықтамаса, бұрынғылар не істеген? Сіздер білесіздер ме? Кішкентай сәбилердің ұйқысы алғашқы кезеңдерде тұрақсыз болып келеді. Бала 1 айлық кезінде дейін күндіз-түні де көп ұйықтауы мүмкін. Ал өсе келе ұйқысының уақыты өзгере түседі. Кейбір балалар түнгі ұйқысын ауыстырып алып жатады. Аса қатты жылауық болмаса да, түнгі ұйқысы қашып, күндіз ұйықтайтын балалар да кездеседі. Мұндайда халықтық ырымына арқа сүйеген жөн болар. Өйткені бала жыламайды, мазасызданбайды. Тек қана бала ұйықтамағандықтан анасы да түнгі ұйқысынан айырылып шаршайды. Әрине, анаға бұлай ауыр. Сондықтан қазақтың ырымдарына сүйенген дұрыс болады. Түнде ұйықтамайтын балаларға мынандай жөн-жоралғылар жасалған. 1. Баланың киімін оңынан теріс қаратып, кигізіп қоятын болған. Бұндай ырымды білмейтін ана жоқ шығар. 2. Баланың әкесін таң атар тұста тауық-қорға кіргізіп, отырғызып қоятын болған. Бұл да наным-сенімнен туындаған. Бұлай ету арқылы әкесі баланы құс ұйқысынан айықтырады деп есептеген. Сондай-ақ баланың әкесі болмаған жағдайда немесе бұл ырымды жасауға мүмкіндік болмаған кезде баланың өзін әжесі немесе анасы көтеріп тауық кепеге кіргізіп, ішін бір айналып шығады. Бұл да баланың ретсіз ұйқысын реттейді деген сенімнен туған ырым. 3. Үйден бір шелек су алып, оны көршінің бағындағы ағашқа құйған. Содан соң сол көршіден бір шелек су алып, әкеліп өз бағына құйған. Осыдан кейін баланың ұйқысы ауысады деп сенген. 4. Сонымен қатар баланың ұйқысы алыс жолға шыққалы жатқан немесе сағынып жүрген жақын адамның шыбығы деп саналған. Сол адам бір мауқым баспай, баланың ұйқысы реттелмейді деп сенген. Достар, егер сіздердің де отбасыңызда осындай мәселе болса, балаңыздың ұйқысын ауысып кетсе, осы ырымдардың бірін жасап көруге кеңес беремін. Менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы.